Сәлематсыз ба? Мен өзіме мынадай дәптер арнап, сіздердің өткен сабақтарыңыздың барлығын дәптеріме түсіріп алдым. Бірінші сабақта үйге тапсырма, үйге берілген тапсырма, алфавитті жаттау, мысалдарды қайталап оқу, J және C әріптеріне 10 мысал жазу, оқу берілген. Сол тапсырмаларды орындадым. Қазір сізге айтып жіберейін. Алфавитті ретімен, жалпы әріптерді танимын. Алфавитті ретімен жатқа білмейді екем. Алдағы уақытта жаттап алуға тырысамын. Енді алфавиттерді ретімен айтып шығайын. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Екінші тапсырма. Бізде мысалдарды қайталап оқу. Оны өзім үшін оқып жатырмын. Үшінші тапсырма G және C әріптеріне 10 мысал жазу және оқу. G әріпі I, E және Y әріптерінен бұрын келетін болса, ол G деп оқылады. Мысалы, biology, nitrogen, oxygen, charge, German, Egyptian, engineer, manager, change, bridge, fridge, orange. Қалған уақыттардың барлығында G болып оқылады. Мысалы, English, dog, great, goodbye, eggs, green, angry, big, Gloria, August, girlfriend, flag, organic, inorganic, sugar. Келесі C әріпі. Егер C әріпі I, E, Y әріптерінен бұрын келетін болса, ол C болып оқылады. Acid, precipitation, since, cycle, product, produced, acetic acid, displacement, exciting, cinema, exercise, sentence, excellent. Қалған уақыттардың барлығында C әріпі K болып оқылады. Cloudy, cloud, complete, carefully, perfect, car, correct, cook, carbon, copper, calcium, californium, compound, color, indicator, active, reactions, fact. Барынша өз пәніме химияға қатысты сөздерді қосуға тырыстым. Келесі екінші сабақ жалпы дауысты дыбыстардың 4 типіне оқылуына байланысты 4 типке бөлінуі. Бұл сабақта үйге берілген тапсырма A әрпіне берілген сөздерді A, E, I, U, O, U әріптеріне берілген сөздерді
төрт типке бөліп жазу. Төрт типке бөліп жазу. Әрпіне берілген сөздерді былай бөліп жаздым. Бірінші типте ашық буынды сөздер. Бұл кезде әрпі дәл алфавиттегідей болып оқылады. Eat, cake, date, table. Екінші типте жабық буынды сөздер, яғни сөз буын дауыссыз дыбыспен аяқталғанда болып оқылады. Әрпі болып оқылады. Act, bed, cat, candy, lamp. Үшінші типте дауысты дыбысқа әрпі жалғанғанда яғни ұзақ дыбысталады. Bark, dark, card, large. Төртінші типте дауысты дыбысқа және әріптерінің жалғану арқылы жасалады. Бұл кезде әрпі болып оқылады. Care, dare, pay. Келесі әріп бізде дауысты әріпіміз Бірінші типте дәл алфавиттегідей болып естіледі, яғни ашық буынды сөздер. He, she, Pete, decide. Екінші типте болып естіледі, жабық буынды сөздер. Leg, left, melt, lesson. Үшінші типте болып естіледі, яғни дауысты әрпіне жалғану арқылы жасалатын сөздер. Term, person, certainly, interfere, perfect, her. Төртінші типте ге және әріптер жалғану арқылы жасалады. Бұл жерде болып естіледі. Add here. Келесі әріпіміз бізде әріпі. Бірінші тип болып естіледі, дәл алфавиттегідей ашық буынды сөздер. Bite, five, like, nice, mice, fire. Екінші типте жабық буынды сөздер болып естіледі. Bill, disc, film, kill. Үшінші типте болып естіледі, яғни әрпіне әріпі жалғану арқылы жасалады. Dirty, first, girl. Төртінші типте әрпіне және әрпі жалғану арқылы жасалады. Admire, болып естіледі. Admire, require. Дұрыс болды ма, білмеймін, кішкене күмәнданып тұрмын өзіме. Admire, require. Осы сөзім require дұрыс болды ма екен? Өзіңіз жауабын айтарсыз. Келесі сөз бізде, келесі әріп кешіресіз. Әрпі бірінші типте rose, ago, close. Екінші типте born, got, болып естіледі. Бірінші типте болып естіледі. Үшінші типте report, forest, morning, record. Төртінші типте болып естіледі. Before, more, score, snow, store. Келесі әріп бізде әрпі. Бірінші типте болып естіледі. Stupid, music, tulip, pupil. Екінші типте болып естіледі, жабық буынды сөздер. But, dull, bass, cut. Үшінші типте болып естіледі. Burn, burst, turkey. Төртінші типте insecure, impure, pure. Келесі үшінші сабағым. Үшінші сабақта
жалпы түйбе етістігі, көмекші етістік туралы өтілді. Бұны жақсылап қарап шықтым. Және мына 25 сөзді жаттап алдым. Және күнделікті ағылшын сөздерін де жаттап алуға тырыстым, бірақ практика жүзінде қолдануға тырысамын. Бірінші тапсырма бізде оқу және тыңдау, мына тексті оқып аудару керек. This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. Бұл Claude және Holly Duvalдың, қазір кешіресіз, бұл Канададағы Монреалдан келген Claude және Holly Duvalдың суреті. Келесі сөз. They are on holiday in New York. Олар Нью-Йорк қаласында демалыста. Holly is from Canada and Claude is from France. Holly Канададан және Claude Франциядан. They are married. Олар үйленген. Holly is a teacher. Holly мұғалім, яғни апай, мұғалима. Her school is in the center of Montreal. Оның мектебі Монреал орталығында орналасқан. Орналасқан деген сөз жоқ. Оның мектебі Монреал орталығында. Claude is a doctor. Claude дәрігер. His hospital is in the center of Montreal too. Оның да ауруханасы Монреал орталығында орналасқан. Алдымен орыс тілінде сөздікпен аудардым, кейін қазақшаға өзімше аудардым. Келесі тапсырма complete the sentence, яғни сөйлемдерді толықтыруым қажет. Бұл жерде көп нүктенің, яғни сызықшаның орнына қойылған сөздер асты сызылған. Holly is from Montreal in Canada. Holly Канаданың Канададағы Монреалдан. She is a teacher. Ол мұғалима. Her school in the center of Montreal. Оның мектебі Монреал орталығында. Claude is from Montreal in Canada. Claude Канададағы Монреалдан. He is a doctor. Ол дәрігер. His hospital in the center of Montreal. They are on holiday in New York. Оның ауруханасы Монреал орталығында. They are on holiday in New York. Олар Нью-Йоркте демалыста. They are married. Олар үйленген. Келесі тапсырма сандар. Жалпы мен сандарды мыңға миллионға дейін санай аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандар берілген. Бұл жерде жаңа суреттердің санын сөзбен жазуым қажет. A тапсырмасында өзі тапсырмада жазылған 5 books, B 3 cars, яғни 3 машиналар, 3 машина деп аударылады. Бұны жерде cars, S көптік шалғауын білдіреді. C 8 houses, 8 үй, 7 cameras, 7 камера, 9 photograph, 9 сурет, 2 sandwich, 2 сэндвич,
4 computer, 4 компьютер, 6 buses деген не еді бізде? Автобус, 6 автобус, 10 student, 10 студент. Келесі тапсырмамыз бізде 10 сөз берілген, соларды ағылшыннан қазақшаға аудару. We are little, біз кішкентаймыз. She is tall, ол ұзын, қыз бала. He is big, ол үлкен. They are strong, олар күшті. I am weak, мен әлсізбін. Келесі сөйлем. It is short, ол қысқа. You are rich, сен, сіз, сіздер немесе. Сен байсың. We are poor, біз кедейміз. He is old, ол кәрі. I am young, мен жаспын. Келесі екінші жаттығу. Қазақшадан ағылшынға аудару. Ол қыз кішкентай. She is little, олар ұзын. They are tall, сендер үлкенсіңдер. You are big, мен қысқамын. I am short, ол күшті. He is strong, ол зат ескі. It is old, біз баймыз. We are rich, сендер жассыңдар. You are young, олар кедей. They are poor, Арман әлсіз. Арман is weak.